Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әліппе, бірінші сынып, 34-ші сабақ. Тақырыбымыз ы дыбысы мен әрпі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады балалар. ы дыбысы мен әрпі. Балалар, берілген сөздерді оқып, тор көздің ішіне қай сөз сәйкес келетінін табайық. Асық, торсық, отыр, отын, тоты, саты. Балалар, қызыл түспен берілген, яғни дауысты, дауыссыз, дауысты, дауыссыз болып келіп тұрған бұл жерде сөздер асық, отыр, отын сөздері сәйкес келеді. Екінші, тор көздерге қай сөз сәйкес келеді? Ық, тауық, сусын, сатты. Бұл жерде 3 дауыссыз дыбыс, 2 дауысты әріп берілген, яғни бұл тор көзге тауық сөзі мен сусын сөзі сәйкес келеді. Яғни балалар, тор көзге сәйкес келетін сөздерді таптық. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Тор көздерінің ішіне дұрыс сөйлемдерді құраймыз. Ауыл ыстық, ауыл алыстау. Бірінші тор көзге осы сөйлемдер сәйкес келеді. Екінші тор көздерге асыл сатыны ал, асыл уықты сал. Яғни екінші тор көздерге осы сөйлемдер сәйкес келеді. Енді балалар, сусын суық, анау ұрысты, ол сусын сатты. Осы сөздерден дұрыс сөйлем құраймыз. Рет-ретімен. Анау ұрысты, ол сусын сатты. Сусын суық. Яғни балалар, берілген сөйлемдерді дұрыс орналастырып, сөйлем құрадық. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде шығармашылық жұмыс, яғни суреттер берілген. Мен сендерге балалар 1, 2, 3, 4 деп санмен белгілеп қойдым. Яғни бірінші сөйлемде уық, уықтың суреті. Екінші суреттегі қасық. Үшінші торсық. Төртінші суреттегі саты. Бұл сөздердің барлығында дерлік балалар ы дыбысы келіп кездесіп тұр. Ал енді соңғы тапсырма ауыл алыста, тауық ақ. Осы сөздерді балалар дәптерлеріңізге таза, ұқыпты, қатесіз жазыңыздар. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.